Сіз көбірек әрекет жасап, жаңа білім алып, подкаст тыңдап, курс оқып жүрсеңіз де табысыңыз немесе ішкі күйіңіз бір деңгейде тұрып қалғандай сезіле ме? Мүмкін мәселе сіздің әрекетіңіз аз болғанда емес. Мүмкін сіз саналы түрде алға ұмтылып жатқанда түп санаңыз бұрын қабылдаған шешімге сүйеніп, сізді қайтадан таныс нәтижеге әкеліп жүрген шығар. Бүгін мен сізге өміріңізді үнсіз басқарып тұрған 3 шешімді көрсетемін. Біріншісі, әрине, ол ақшаға қатынасыңызға, екіншісі өзіңізді қалай бағалайтыныңызға байланысты. Ал үшіншісі уақыт пен мүмкіндікке қалай қарайтыныңызға әсер етеді. Сабақтың соңында сіз тек ақпарат алып шықпайсыз. Қазір өміріңізде ең көп әсер етіп тұрған бір ескі шешімді анықтап, оның орнына жаңа шешім құрасыз және 24 сағат ішінде жасайтын нақты әрекетіңізді белгілейсіз. Соңына дейін көріңіз, себебі 3-ші бөлімдегі уақыт жетпейді деген бағдарлама көбіне еңбекқор, мақсаты үлкен адамдарда кездеседі. Ал бірақ олар оны шектеу деп мүлде байқамайды. Ал сабақты ары қарай жалғастырмас бұрын өзіммен таныстырып кетейін. Мен Бақыт Серікұлы. Өзім кәсіпкермін. Жол қырандары автомектебі желісінің негізін қалаушымын және 1000-нан астам адаммен коучинг форматында жұмыс істедім. Бір кездері менде нәтиже тек көбірек әрекетте, жаңа стратегияға және тағы бір білімге байланысты деп ойладым. Курс алдым, подкаст тыңдадым, көп іздендім. Оның пайдасы болды әрине. Бірақ кейбір нәтиже өскенімен ішкі жағымда сенен бәрібір түк шықпайды деген бір ескі дауыс қайта-қайта қосылатын. Мен түпкі себепті байқай бастағанда бір нәрсені анық түсіндім. Сыртқы стратегия маңызды, бірақ адам сол стратегияны қандай ішкі шешіммен орындап жүргені одан да маңызды екен. Осы түсінікті өз өмірімде қолданып, табысым мен ішкі күйімде өзгеріс көрдім. Клиенттермен жұмыс барысында бір заңдылықты қайта-қайта байқадым. Адамдардың мәселесі әртүрлі көрінгенмен, астарында көбіне бұрын қалыптасқан ұқсас шешімдер жатады. Көп адам өмір бойы мәселенің түбін емес, тек белгісін шешуге тырысады. Маған көбірек ақша керек, маған уақыт жетпейді деп келеді. Маған жақсы стратегия қажет. Бірақ оның барлығы түбінде басқа нәрсе жатады. Жағдайым өзгерсе мен де өзгерем дейді. Содан кейін тағы бір курс сатып алады, жаңа жоспар жасайды, өзін тәртіпке шақырады, бірнеше күн шабыттанып жүреді де, кейін қайтадан бұрынғы әрекетіне оралады. Бұл оның әлсіз немесе жалқау болғаннан емес. Көбіне саналы мақсаты мен түп санада қауіпсіз деп қабылдаған ескі сценарийі бір-біріне қайшы келеді. Санасы өскім келеді дейді, ал бұрынғы тәжірибеден қалыптасқан ішкі шешім өсу қауіпті, ақша қиын келеді, қателесуге мүлдем болмайды, немесе бәрін жалғыз істеуім керек деп тұрып. Сол себепті бүгін біз өзімізбен күреспейміз, өзімізді кінәламаймыз. Біз тек ішкі сүзгіні байқап, оның бүгінгі өмірге әлі де пайдалы немесе пайдасыз екенін тексереміз. Сенім жай ғана ой емес. Ол сіздің өмірге қарайтын ішкі сүзгіңіз. Сізде бір сенім пайда болады, сол сенім назарыңызға әсер етеді. Нені көресіз, нені байқамайсыз, ал байқаған нәрсеге мағына бересіз. Сол мағына эмоция тудырады. Ал эмоция шешімге, шешім әрекетке, әрекет нәтижеге алып келеді. Ал алынған нәтиже бастапқы сенімді қайта дәлелдеп бергендей болады. Мысалы, клиент табу өте қиын деп сенген адам бас тартқан 2 клиентті бірден байқайды. Ал қызығушылық танытқан 5 адамды елемеуі мүмкін. Содан кейін аз ұсыныс жасайды, нәтиже төмен болады. Соңында көрдің бе, клиент табу шынымен де қиын дейді. Негізінде өзгеріс тек позитивті ойлаудан басталмайды. Ол ескі шешімді нақты байқап, оның құнын түсініп, жаңа шешімді дәлелмен және әрекетпен бекітуден басталады. Қазір бірінші ақшаға байланысты бағдарламаны анықтаймыз. Сол үшін өздеріңізге қалам мен дәптер алып алыңыз және видеороликті паузаға қойып болсаңыз болады. Және көп ойланбай, мына сөйлемді аяқтаңыз. Мен өскен отбасыда ақша сосын орын қалдыраста еді. Сол қалған орынға ойланбай, алғашқы келген жауапты жазыңыз. Көп адамдарда негізі ақша аз еді, ақша қиындықпен келетін, ақша үшін үйде ұрыс болатын, ақша үнемі жетпейтін.
немесе ақша табу үшін көп жұмыс істеу керек еді. Бұл жерде ата-ананы кінәлау мақсат емес. Олар да өз өмірінде көргенін, естігенін және қауіпсіз деп білгенін жеткізді. Бірақ бала кезден естіген сөз ақиқат емес. Сол кезеңдегі отбасының тәжірибесі болуы мүмкін. Мысалы, адам ақша жамандықтың көзі дегенді жиі естісе, түп санада ақшалы болсам жаман адам болып кетемін деген жасырын байланыс қалыптасуы ықтимал. Саналы түрде ақша тапқысы келеді, бірақ үлкен мүмкіндік келгенде уақытты жоғалтып, ары қарай қимылдағысы келмей қалуы мүмкін да. Сол үшін кейде адам мен аз әрекет жасап жүрмін дейді, бірақ тереңірек қарағанда айына 20 миллион тапсам құтырып кетемін деген қорқыныш шығады. Сонда мәселе әрекеттің санында ғана емес, көп ақшаны қауіп деп қабылдап тұрған ішкі байланыста болуы мүмкін. Енді өзіңізден сұраңыз, ақша шынымен аз ба, әлде менің назарым мүмкіндіктерді байқамай тұр ма? Жаңа шешім жай ғана аффирмация болып қалмауы керек. Оны нақты дәлелмен бекітіңіз. Өмірде ақша күтпеген жерден келген кез болды ма? Ойланып көріңізші сәл. Бір адам немесе ұсыныс табыс табуға мүмкіндік берді ме? Бұрын мүмкін емес деген ақшаны тапқан кезіңіз болды ма? Қандай қабілетіңіз адамдарға пайда әкеледі? Мысалы, ескі шешім ақша өте қиын келеді, ал жаңа шешім мен адамдарға құндылық жасап табысымды өсіре аламын. Оның дәлелі сіз бұған дейін бір мәселені шешіп, сол үшін ақалған нақты 3 жағдайды есіңізге түсіріңіз. Енді екінші шешім. Өзіңіз туралы негізгі бағдарлама. Енді екінші сөйлемді аяқтаңыз. Мен өскен отбасыда сезінбедім. Ортасында мен өскен отбасыда орын қалдыраста сезінбедім. Көп адамдарда қауіпсіз сезінбедім дейді. Қабылданғанымды сезінбедім дейді. Мені естиді деп сезінбедім дейді. Махаббатты сезінбедім дейді. Өзімді толық немесе еркін сезінбедім дейді. Алғашқы жауапты адамның негізгі қорғаныс стратегиясын көрсетуі мүмкін. Өзін жеткіліксіз сезінген бала үнемі мықты екенін дәлелдеуге тырысады. Дауысы естілмеген бала кейін қатты сөйлейді, немесе керісінше мүлде үндемей қалады. Бір кезде бұл қасиет сізді қорғады, мүмкін адамдардың көңілін табуды үйретті. Қиын жағдайда тез шешім қабылдауға, көп жұмыс істеуге, жауапкершілік алуға көмектесті. Бірақ бір кезде қорғаған қасиет уақыт өте шектеуге айналуы мүмкін. Сіз бұл қасиетті жоюға міндетті емес, оның ескі қызметін түсініп, оны жаңа сау тәсілмен қолдануды үйренесіз. Өзіңізден сұраңыз, бір кезде мені қорғаған, бірақ бүгін маған кедергі болып тұрған қасиет қандай? Мысалы, ескі шешім менің даусым маңызды емес. Жаңа шешім мен өз ойымды тыныш әрі анық жеткізе аламын. Ал жаңа әрекет бүгін бір маңызды әңгімеде өз пікіріңізді жасырмай айту. Үшінші сенім, әсіресе мақсат үлкен, белсенді адамдарда жиі кездеседі. Көп жағдайда маған уақыт жетпейді дейді, мен бәріне үлгермей жатырмын, осы жасқа келгенде басқа деңгейде болуым керек еді дейді. Көбірек жұмыс істемесем, жағдайымды аша алмаймын деп ойлайды. Бұл негізі адамды үнемі асығыс күйде ұстайды. Стресс, мазасыздық, шаршау, өзін басқалармен салыстыру және осы сәттен алыстай бастайды. Барлығымызда тәулігінде 24 сағат бар. Бірақ нәтижеге әсер ететін жалғыз нәрсе уақыттың көлемі емес. Кейде ең маңыздысы дұрыс сәтті байқау. Қажетті адамның дәл уақытында пайда болу. Сізге керек ұсынысты кездестіру, бизнесіңізге қажет клиентпен танысу, маңызды ақпаратты дер кезінде көру. Бір шешімді дәл уақытында қабылдай білсеңіз, кейде бірнеше айлық әрекетті бір кездесу немесе бір дұрыс шешім өзгертіп жібереді. Стресс пен қорқыныш кезінде адамның назары азаяды, тарлық. Ал тыныш, қызығушылыққа ашық күйде ол көбірек нұсқаны байқай бастайды. Сондықтан мәселе уақытты тоқтатуда емес, мәселе асығыстықтан шығып, дәл қазір ең маңызды бір қадамды көруде. Ескі шешім маған ешқашан уақыт жетпейді, ал жаңа шешім маған маңызды іске уақыт бөлуге және дұрыс сәтті байқауға болады деп. Ал жаңа әрекет бүгін ең маңызды бір істі таңдап, соған нақты уақыт белгілеу. Енді практика жасаймыз. Жаңа шешім матрицасы деген. Енді 3 бағыттың біреуін таңдаңыз. Ақша, немесе өзіңіз туралы түсінік, немесе уақыт. Дәл қазір сіздің нәтижеңізге көбірек әсер етіп тұрғанын алыңыз. Мен нақты неге сеніп жүрмін? Мысалға, ақша қиын келеді, менде жеткіліксізбін деген сияқты. Адамдарға сенуге болмайды, маған уақыт жетпейді. Осы сенім маған қандай шешім қабылдатып жүр? Неден бас тартқызды? Қандай мүмкіндікті байқамай жүрмін? Осы күй өзгермесе, бір жылдан кейін маған қандай құн төлетеді?
Оның орнына қандай жаңа шешім қабылдағым келеді? Жаңа шешім шынайы, түсінікті және сіздің әрекетіңізге байланысты болсын. Бұл жаңа шешім бұрын өміріңізде қашан рас болды? Егер мен қолымнан келеді десеңіз, бұрын нөлден бастап үйренген 3 нәрсеңізді еске түсіріңіз. Егер мен осы жаңа шешімге шынымен сенсем, бүгін қандай бір нақты әрекет жасар едім? Хабарлама жіберу, ұсыныс жасау, бағаны айту, көмек сұрау, маңызды әңгімені бастау, біреуді таңдаңыз. Осы сабақтан кейін сіз маңызды бір нәрсені түсіндіңіз. Бірақ түсіну өзгерістің басы ғана. Ескі сценарий бір күнде қалыптасқан жоқ. Ол жылдар бойы қайталанған ой, эмоция және әрекет арқылы қатайған нәрсе. Сондықтан бір инсайттан кейін адам біраз жеңілдеп, кейін күнделікті өмірге оралғанда ескі әрекет қайта қосылуы мүмкін. Нағыз өзгеріс жаңа шешімді күнделікті байқап, дәлел жинап, жаңа әрекеттен бекіткенде ғана басталады. Сол үшін жалғыз ақпарат емес, жүйе, практика және орта керек. Сол себепті мен нұрлы сана марафон жасадым. Бұл марафон сізге тағы бір теория жинау үшін емес. Өз өміріңізді басқарып тұрған ескі сценарийді байқап, оның орнына жаңа ішкі тірек қалыптастыру үшін жасалды. Марафон барысында біз түп сананың қалай жұмыс істейтінін түсінеміз. Өмірлік сценарийлерді анықтаймыз, ақшаға, өзіңізге және нәтижеге қатысты шектеуші шешімдермен жұмыс істейміз. Аптасына Zoom кездесу болады, арнайы практикалар, медитациялар, үй тапсырмалары және жұптық қолдау болады. Ең бастысы, сіз жаңа шешімді бір рет айтып қоймайсыз. Оны күнделікті өмірдегі әрекетпен бекітетін 66 күндік жүйені бастайсыз. Бұл марафон сізге сай келеді, егер сіз көп нәрсені білсеңіз де нәтижеңіз бір деңгейде тұрып қалса. Табысыңызды арттырғыңыз келсе, бірақ ішіңізде бір нәрсе жібермей тұрғандай сезілсе, бәрін бақылаудан, өзіңізді дәлелдеуден немесе асығыстықтан шаршасаңыз, өзгерісті түсініп қана қоймай, практикада жасағыңыз келсе. Марафонға қатысу бағасы бар жоғы 10 000 теңге. Кейде адам бір кешкі асқа немесе қажетсіз бір сатып алуға осы соманы жұмсап қоюы мүмкін. Ал мұнда сіз өз өміріңізге әсер етіп жүрген негізгі шешімді танып, оны өзгертудің жүйесін аласыз. Егер ішіңізде маған бұл керек деген жауап келсе, видеоны жауып, кейінге қалдырмаңыз. Төмендегі батырманы басып, нұрлы сана марафонына қосылыңыз. Бүгін сіз бір ескі шешімді байқадыңыз. Енді сол шешімнің сіздің ертеңіңізді басқаруына жол бермеуге болады. Әрбір ерекше өмір бір жаңа шешімнен басталады. Сіздің жаңа шешіміңіз бүгін басталсын. Марафонда жолыққанша.